осы Рамазан айының соңғы 10 күнде пітір садақа беру керек. Және көп адам өзінің зекетін осы соңғы 10 күнге бір туралап жатады. Осы пітір садақа мен зекет жайлы айта кетесіз ба ұстаз? Пітір садақа ол фитр деген сөзден шыққан. Фитр деген ауыз ашу. Ауызды ашатын, Рамазанды бітіретін уақытқа жақындаған кезде берген ең абзал уақыт. Ол айт намазының алды, немесе ертең айт намаз деген кезде. Енді жалпы пәтуа үкім бойынша пітір садақасын ол Рамазан айы басталған уақыттан бастап беруге болады деген пәтуа бар, үкім бар. Бірақ ең абзал уақыт қай уақыт? Ол жаңа 27-ші түн қадір түнін өткізесіз, одан кейін 28-ші түн бар, 29-ші түн бар, 28-ші күн, 29-ші күн деген секілді күндер бар ғой. 30-ші күн мысалы ораза 30 күнге толатын болса, осы 29 немесе 30-ші күнде берсеңіз пітір садақасын, онда ең абзал уақыт осы. Бұл бір нәрсе. Өйткені пітір деген сөздің өзі фитр деген сөзден шығып отыр. Фитр деген ауыз ашу. Ифтар деген сөз содан шығып тұр, ауыз ашу деген сөз. Сонда сіз ауыз ашып, оразаны аяқтайтын уақытқа жақындағаныңыз осы пітір деген сөзге сәйкес болады. Бұл бірінші нәрсе. Екінші нәрсе, оны қанша бересің? Пітір садақасы кімнен шығарылады? Кім беру керек оны? Пітір садақасы біздің діни басқарма бекітуі бойынша биыл 640 немесе 650 теңгеден жан басына. Жан басына дегеніміз үйдегі адамдардың санына. Үйде 5 адам болатын болса, 5 адамнан 650 теңгеден шығатын болса, қанша болады? Ол шамамен 4000 теңгедей бола ма? 4000-5000 теңгедей болады да, шамамен да. Үйдегі қойлардың атынан берілмейді. Үйде тауықтардан берілмейді, мысық иттерден берілмейді. Өйткені осындай да сұрақтар болады. Жан басына дегенге сұрақ пайда болады. Үйдегі тірі жәндіктер, тірі жануарлар деп те ойлайды адамдар. Енді іштегі баладан шығарса болады, бірақ міндет емес. Іштегі аяғы ауырайын болатын болса, іштегі баладан шығарса болады. Үйде 5 адам, 10 адам болатын болса, осы 10 адамның атынан ғана шығарылады. 650 теңге дедік қой. Осылай теңге күйінде берген дұрыс па, немесе бір азық түлік күйінде берген дұрыс па пітір садақаны? Мысалы 650 теңгелік, мысалға артығымен берсе болады ғой, 650 деп бекітпей. Бұл 650 деген теңге діни басқармадан бекітілген ең жаңағы минимальный, ең төменгі деңгейі. Сіз әр адамнан 1000 теңгеден шығарсаңыз да болады. Әр адамнан 2000 теңгеден шығарсаңыз да болады. Әр адамнан 5000 теңгеден. Қаншалықты молырақ болса, соншалықты жақсырақ. Сосын шариғатта ол продуктымен, азық-түлікпен беріледі негізі. Ханафи мазғабында ақшамен, соның бала мәселесінде ақшамен шығарса болады деген пәтуа бойынша ақшаны белгілеп беріп жатыр. Әйтпесе негізі сүннет бойынша шариғатта ол қауымның, сол елдің, сол халықтың негізінен тұтынатын тауарлары бар ғой, азық-түлігі, солардан беріледі. Күріштен, ұннан, бидайдан, жүгеріден, негізінен басқа нені тұтынады? Кезінде құртты көбірек жеді, құрттаған деген сияқты. Ет емес, қолмен өлшейтін, қолмен уыстап өлшейтін нәрселерден берілген. Әр сүннет бойынша әр адамнан 4 қос уыстан жаңағы не шыққан, пітір садақа шығатын болған. Кезінде біздің кішкентай кезінде анам жаңағы бидай сақтайтын жерде үйде сөйтіп қаптың аузын ашқызатын да, сөйтетін да, өзіңнің қолыңмен бүйтіп 4 рет көсіп ал дейді да, біреу, екеу, үшеу, төртеу қылып алып, басқа қапқа салдық та, бұл бір адамның атынан деді. Сосын тағы да біреу, екеу, үшеу, төртеу деп қос уыстап, бұл екінші адамның атынан. Үйде қанша адам бар? 5 адам болатын болса, әрқайсысынан 4 қос уыстан сөйтіп бидайды бір жерге салдық та, сөйтіп ауылдағы ең кедей бір жағдай нашар бір кісінің үйіне апарып бердік. Осы мен басынан өткен жағдай. Сөйтсем, бұл пітір садақасы екен, біз сол кезде Рамазан айында екенбіз да. Кішкентаймыз ғой, біз баламыз ғой. Сөйтсек, соны маған амали түрде көрсеткен екен да, мен анам. Сөйтсек, ол кісінің үйіне біз ғана емес, ауылдың қаншама адамдары жаңа продукт әкеп, басқа да продукт, басқа нәрселерді әкеп беріп жатыр екен да. Бір үлкен бір апамыз бар етін, тек қана немерелерін қарап отқан. Осы секілді. Енді пітір садақасының даналығы неде? Пітір садақасының даналығы, пітір садақасының хикметі, оның орны, оның бекітілу мақсаты ол мұқтаждарға, кедейлерге, жетім жесірге, міскіндерге беріледі. Солардың үйінде айт дастарханына салынатын дүние болу үшін. Солар айтта біздің үйге де азық-түлік келді. Біз де айтты ел қатарлы
тойлайтын болдық, айтта ел қатарлы дастархан жаятын болдық деп қуану үшін. Соларды жаңағы айтпен қуанып жүрген қатардағы мұсылмандардың қатарына қосу үшін. Олар да мереке тойлау керек. Олар да мереке тойлау керек. Олардың да бала шағасы мәз болу керек та. Біздің үйге жейтін тамақ келді, біздің үйге пісіретін продукты келді, біздің дастархан толатын болды деп бірнеше отбасы, бірнеше үй жаңағы продукт әкеліп беретін болса. Сол үшін ғой 650-ден болса ол азақ нәрсе әкеліп беруіңіз мүмкін. Иә? Сіз әр адамнан мысалы үйде 10 адам болатын болса 2000 теңгеден 20 000 теңге. 20 000 теңгеге әжептәуір продукт алып бересіз ғой мысалы. Сол нәрсе. Сол мақсат сол. Екінші мақсаты Рамазанда кеткен қателік, кемшіліктің барлығының орнын осы пітір садақа жуып шаяды, немесе толтырады. Рамазанда енді бәріміз пендеміз ғой, енді біреуге өсек айтып қоюымыз мүмкін, ғайбат айтып қоюымыз мүмкін, бір жерде сәрес ішілмей қалуы мүмкін, бір жерде бір ашуланып қоюымыз мүмкін. Оразаның ішінде бәрібір кем-кетік болады. Идеальный адам жоқ. Кемістік болады. Осы кемістіктің барлығының орнын пітір садақасы толтырады. Сол үшін де пітір садақасын айт намазына дейін беру керек. Пітір садақасының уақыты айт намазы. Айт намазы қалай оқылды? Айт намазы оқылып жатқан кезде берсеңіз, немесе айт намазынан кейін берсеңіз, болды. Пітір садақасы болып саналмай қалады. Ол жай садақа болып қалады.